бізде мәселе бар. Бір-екі бұл 19 ғасырдағы ғимараттарға байланысты. Енді оның өзінде де көпшілігі жеке меншік иелерінде болып табылғаннан олардың күптілі ұсталуы сол жеке меншік иесінің қарауында болады. Олар жауап береді, яғни қорғау міндеттемесі құжаттамасы арқылы. Енді бір ғана ғимарат бар, бұл 1917 жылы бірінші Сабдеп, яғни совет депутаттары орналасқан ғимарат дейді. Яғни қазір Жарбосынов 16 көшесінде тұр, бұрышта. Сол ғимаратымыз осы күн былайша айтқанда меншік иесі анықталмаған, қаланың балансында. Осы ескерткішіміз кішкене жағдай нашар деп айтуға болады. Оған біздер мекеме тарапынан осыған дейін реставрациялы сметалық қаржылар жасақтаған, алайда реставрациялық жұмыстың өзі ол көп қаржыны талап етеді. Әзірге енді бұндай ескерткіштердің жағдайы әрине тек қана біздің облыста емес, барлық жерде бар.